Ассаламу алейкум, менің каналым жазушылары. Бүгін кезекте сіздерге атқа ер салып үйрететін боламын. Арқасын бірінші тазалап жібереміз. Арқасына ештеңе батпау үшін одан кейін телікті салып, теліктің үстіне ер тоқымды саламыз. Қазіргі ер тоқымдарда телік бөлек, тоқым ермен бірге. Артында құйысқан деп атылады. Ер тоқымның алда жылжып кетпеу үшін құйрыққа ілініп қояды. Құйрықтан өткізіп аламыз да ерді орнына келтіріп, алдыңғы қолдарын ер баспау үшін құйысқан салынады. Мына үстінен көпшік деп атылады. Бұрынғылар құстың қауырсынынан жасалған мамық болады отырғанға. Мына үстінен тартпа тартылады. Айыл тартпа дейді. Атты аясаң айылын тарт дейді. Тартпа неғұрлым қатты тартылса, ер тоқым жылжымай тұрса, аттың арқасы да ойылмайды, қажалмайды. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және менің каналыма жазылып кетіңіздер. Менен жақсы видео күтіңіздер. Ауыл жайлы тағы да қандай контенттер көргілеріңіз келеді, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар.